оқылым мәтінінен есімдіктерді тауып теріп жазыңдар. Мағыналық түрлерін ажыратыңдар. Мәтінді оқып шығып, есімдіктерді жазамыз. Бұл сілтеу есімдігі түбір тұлғасында тұр. Бізге жіктеу есімдігі түбірі біз, де, кімге неге бар септігін жалғауы. Сол сілтеу есімдігі түбір тұлғасында тұр. Оны жіктеу есімдігі түбірі ол, кімді нені табыс септік тұлғасында. Осы сілтеу есімдігі түбір тұлғасында. Содан түбірі сол, кімнен неден шығыс септік тұлғасында тұр сілтеу есімдігі. Үшінші тапсырма. Өздерін тұратын жерге жақын орналасқан көлдер туралы білетін және білгін келетін мәліметтерді кестеге жазыңдар. Кесте сызамыз. Көлдер, білетінім, білмейтінім. Білетінім тереңдігі 15 метр, білмейтінім қандай өзендер құяды. Теңіз көлі Қорғалжын ауданында орналасқан. Қорықтың құрамына кіре ме? Каспий теңізі 5 ел аумағында жатыр. Орташа тереңдігі қанша? Есіл ұзындығы 2450 километр. Географиялық орны қандай? Бесінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқып, ондағы 80 көлге қандай көлдер жататынын анықтап аттарын жазыңдар. 80 көл Көкшетаудың саясында, әрқайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі, көкірек қанша жұтса тоясың ба? Сәкен Сейфуллин. 80 көлге жататын көлдер: Бурабай көлі, Теке, Кіші Қараой, Айнакөл, Шортанды, Бүркітті асуы, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Айдабол, Зеренді, Қопа, Атансор, Майлысор, Мамай, Саумалкөл, Шалқар, Үлкен Қоскөл, Кіші Қоскөл, Жолдыбай, Қалмақкөл, Шағалалы теңіз, Сілеті теңіз, Үлкен Қараой, Кіші Қараой, Қалибек көлдері. Балалар, келесі қандай сабақтың видеосын салайын, комментарийға жазып кетіңдер. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.